Көріп ма достар, міне. Жақсы. Дәл қазір интернет желісі Қазақстандағы мақұлық жайлы шулап жатыр. Сіз де дәл осы видеоларды көрген шығарсыз. Ал егер де бұл видеолар өтірік десем, сенесіз бе? Сәлемдер, сіздермен бірге бұл мемлекет жас менің арнама қош келдіңіздер. Қазір мен сіздерге барлығын түсіндіріп беретін боламын. Ал сіздер видео салмай жатып арнаға тіркеліп видеоға лайктарыңызды аямай басып кетіңіздер. Ал енді видеоға кеттік. Соңғы күні әлеуметтік желі дәл осы оқиға туралы шулап жатыр. Тоқтардың мойын жұлып қанын ішіп отыр екен, тек қанын ішіп отыр екен. Дронмен көреді болды. Ләж болса малдарыңыз болса, балып жас балдар ләж болса, қараңғыда ләж болса жүрмес. Қазақстанның оңтүстігінде Аманкелді ауылында белгісіз мақұлық пайда болды деген ақпарат тарады. Ауыл тұрғындарының айтуы бойынша түнде малдар жоғалып, кейбіреулері өлі күйінде табылып, ал кейбір адамдар оны өз көзімізбен көрдік деп мәлімдеп жатыр. Ең қызығы, интернетте бұл мақұлықтың фотолары да тараған болатын. Ал халық оны чупакабра деп атап кетті. Егер білмесеңдер, чупакабра дегеніміз көптеген жылдар бойы адамдар айтып келе жатқан аңыз мақұлық. Оны көптеген елдерде көрдік деген адамдар болғанымен, ол ғылыми түрде дәлелденбеген. Маңыздысы, желіде тараған фотоларды дұрыстап тұрып қарасақ, олардың жасанды интеллекттің көмегімен жасалғанын байқауымызға болады. Қазіргі технология дамыған заманда ненің өтірік, ненің шындық екенін де білмей қалдық. Тағы бір сұрақ, егер мақұлық жоқ болатын болса, малдарды кім қырып жатыр? Бұл жерде басқа қонымда ең логикалық жауап, малдарды қасқырлар немесе басқа да бір жыртқыш түрі қырып жатыр. Өйткені дәл осындай жағдайлар бұрында болған болатын. Қазірге бұл мақұлықтың бар екеніне нақты видео ұсталған дене немесе ғылыми факт жоқ. Достар, егер де дәл осы оқиғаны толық білгілеріңіз келсе, менің YouTube арнама өтіп көрсеңіздер болады. Ол үшін YouTube-қа мистер Жаздың әңгімелер деп жазсаңыздар болды. Ал сен қалай ойлайсың, бұл шынымен де мақұлық па, әлде адамдардың кезекті ойлап тапқан интернет аңызы ма?